Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ақпараттармен таныстырушы мен Дағуат Толғанай. Әуелі әл қиссасын айтайын, арнамыздан алыстамаңыздар. Үлкен Нарын және Катонқарағай аудандары бойынша шахмат ойындары болып өтті. Үлкен Нарын ауылында жасөспірімдер арасында облыстық турнир өткізілді. Өскемен қаласында бокстан кіші жасөспірімдер арасында облыстық турнир болды. 17 наурызда Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі және әдебиеті пәнінен Олимпиаданың облыстық кезеңі өткізілді. 2025 жылдың 18 наурыз күні Ақсу орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 5-11 сынып оқушылары арасында ағылшын тілінен Poems of Абай атты әдеби шығармашылық байқау өткізілді. Ардагер ұстаз, аяулы әже Гаухар Әнуарбекқызы бізде қонақта студиясында қонақта болды. Наурызнама концепциясы аясында мектебімізде бірқатар іс-шаралар өткізілді. Енді осы жаңалықтарға толықтай тоқталып кетсек, Үлкен Нарын және Катонқарағай аудандары бойынша Үлкен Нарын ауылында шахмат ойынының аудандық турнир өткізілді. Жарыс нәтижесі бойынша мектебіміздің оқушылары өте жақсы нәтиже көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. 1-4 сыныптар арасында Серікбаев Айсұлтан 2-ші орын, 5-8 сыныптар арасында Ерікбаев Мадияр 3-ші орын, Тілеков Алдияр 2-ші орын, 9-11 сыныптар арасында Ерікбаев Азамат 2-ші орынды иеленді. Қыздар арасынан 2-ші орында Айбек қызы Еркеназ иеленсе, 2-ші сынып оқушысы Айбекұлы Нұрбек турнирдің жақсы ойыншысы атанды. Оқушыларымызды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз. Үлкен Нарын ауылында өткен наурыз мерекесіне арналған бокстан 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15-16 жылы туған жасөспірімдер арасында ашық облыстық турнир болып өтті. Рингте өнер көрсеткен келесі оқушыларымыз өз салмақтарында керемет нәтиже көрсетіп қайтты. Олар Дәуренұлы Бақтияр, Пидахмет Айзат 1-ші орынды, Амангелді Бекарыс, Ғабитұлы Темірлан, Қанибек Нұртөре, Мұхаммедалиев Бейбарыс 2-ші орынды, Бердюген Гриша 3-ші орынды иеленді. Өскемен қаласында өткен бокстан ұлыстың ұлы күні әз наурыз мерекесіне арналған кіші жасөспірімдер арасында ашық облыстық турнирде 24 кг салмақта 3-ші орынды Амангелді Ескендір, 28 кг салмақта 2-ші орынды Айтқұлов Ерали, 42 кг салмақта 3-ші орынды Ерегұлы Алдияр иеленді. Ал 1-ші орынды және де үздік техникалы боксер номинациясын Болат Айсұлтан жеңіп алды. Шын жүректен құттықтаймыз. 17 наурыз күні Өскемен қаласында ұлы ұстаз хан апамыз Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен республикалық олимпиаданың облыстық кезеңінен 10-ші сынып оқушысы Дағуат Толғанай жүлделі 3-ші орынға ие болды. Жетекшісі Сәуле Ерғабылқызын шын жүректен құттықтаймыз. 2025 жылдың 18 наурыз күні Ақсу орта мектебінде 5-11 сынып оқушылары арасында ағылшын тілінен Poems of Абай атты әдеби шығармашылық байқау өткізілді. 7-ші сынып оқушысы Можанова Айса Уинтер тақырыбымен 1-ші орын, 6-ші сынып оқушысы Мейірқызы Малика Black of My Eye өлеңімен сертификат алды. Жетекшілері Қадыр Бұлбұл Ерболатқызы, Хамитова Маржан Ержанқызы. Ардагер ұстаз, аяулы әже Гаухар Әнуарбекқызы бізде қонақта студиясында қонақта болды. Гаухар Әнуарбекқызы қызмет еткен жылдармен бөлісіп, бүгінгі күнгі аналар алқасының жұмысымен бөлісті. Толық сұхбатты мектебіміздің YouTube каналынан көре аласыздар. Наурызнама концепциясы аясында мектебімізде бірқатар іс-шаралар өткізілді. Онда шаңырақ күні, көрісу күні, қайырымдылық күні. Жүректен жүрекке атты қайырымдылық акциясын бастаймыз.
күні Ұлттық киімнің өзі ұлт мәдениетінің жарқын көрінісі. Сондықтан ұл қыздарымыз ұлттық киімді тек мерекеде емес, ұдайы киіп жүрсе де жарасымды болатыны сөзсіз. ұлттық салт дәстүр күні ұлттық спорт күндері аталып өтті. Мектебіміздің келесі бейнесюжетіне көңіл бөлейік. Өлкеме наурыз келді, көктем келді. Құлпырып гүлге орап көкпен жерді. Халқымның салт дәстүрін аялаған, асқақтады арманы көптен бергі. Наурыз құтты болсын. Бүгінге осы ағайын, келесі аптада кездескенше аман болыңыздар. Ылыпта жақсы жаңалықтарға толы болсын.